Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Бұл әсерлі оқиға ата-анасыз қалған жетім қыз Хайдидің Альпі тауларында қатал атасының қолында тәрбиелену туралы баяндалады. Дети апаймен бірнеше жыл өмір сүргеннен кейін, кішкентай жетім Хайди қарт атасына Швейцария Альпінде тұруға әкелінеді. Атасы қатал және ұстамды болғанымен, ол Хайдиге тез бауыр басып қалады. Қыз өзінен сәл үлкен ешкіші Питермен достасады. Бірнеше жыл Хайди атасымен бірге бақытты өмір сүреді, бірақ ол ауылдағы басқа жергілікті балалармен бірге мектепке баруды армандайды. Бір күні дете тәтесі күтпеген жерден қайтып келіп, Хайдиді алдап Франкфуртке ауқатты отбасына шыққан жас қызға серік болады. Қыз Клара жүре алмайды және мүгедектер арбасын пайдаланады. Анасы қайтыс болғаннан кейін оның жүру қабілетінен айырылғаны туралы айтылады. Әкесі Клараны жақсы көрсе де, ол жиі сапармен жүреді, ал қыз қатаң губернатор Фрюлейн Роттенмайердің қамқорлығында қалады. Хайди оқуды үйрену және зайырлы қоғамға бейімделуі қиынға соғады, бірақ ол Кларамен тез жақын араласады. Клараның әкесі қайтып келіп, қызын Хайдиге мейірімділік танытып, оқуды үйренуге ынталандыратын әжесі келуімен қуантады. Оқудағы жетістіктеріне қарамастан, әжесі Хайдидің Франкфуртте бақытсыз екенін байқап, бұл туралы ұлына айтады. Бастапқыда Клараның әкесі мұны елемейді, өйткені қызы Хайди келгеннен бері бақытты. Бірақ көп ұзамай Хайдидің үйіне деген сағынышы оны елестеп санайтын қызметшілерді қорқытып, ұйықтау түрінде көрінеді. Дәрігердің ұсынысы бойынша Клараның әкесі Хайдиді атасына қайтаруды ұйғарады. Бұл Клараға реніш сезімін тудырады, өйткені ол жалғыз досы оны тастап кетеді деп ойлайды. Хайди мен атасы қайта қауышады. Олар тез қалыпты өмірге оралады, ал атасы Хайдиге мектепке баруға мүмкіндік береді. Бұл үшін ауылдан қысқы баспана сатып алады. Осы уақытта Хайди Клараға жиі хат жазады. Ол досына кеткен үшін ашуланғанына өкінеді. Көп ұзамай Клараның әжесі Хайдиге тауға баруға рұқсат береді. Қыздар бақытты түрде қайта қосылып, Клараның мүгедектер арбасын жардан итеріп жіберген Питерді қызғанады. Атасы Петерге ұрсады, ол бірден өкінеді. Хайди мен Питер тауда ойнап жүргенде, Клара біртіндеп қайтадан жүре бастайды. Әкесі мен әжесі оны үйіне алып кетуге келгенде, Клара қайтадан жүре алатынын қуана көрсетеді. Клараның әкесі қуаныштан жылап, қызына қамқорлық жасаған үшін Хайди мен атасына алғысын білдіреді. Кетер алдында Клараның әжесі Хайдиге жазушы болу арманын қолдау үшін дәптер береді. Екі отбасы жақсы достар болып қала береді және байланыстарын жалғастырады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.